Әдемі, керемет. Ғалымдардың айтуынша адам мен иттің жүрек қағысы қатты ұқсайды екен. Төрт аяқтылардың тағы бір ерекшелігі семіздікке тез шалдығады. Бұларда 42 тіс болса, бізде 32 тіс. Бұл сәйкестіктерді бекер айтып тұрған жоқпын. Халқымыздың сәйгүлік тұлпар мен құмайт азыны адамша жерлеу тегін емес, ит жеті қазынаның бірі. Сүйдейік. Алайда адамның төрт аяқты досын кейбіреулер азық қылып жүр. Тіпті базарда мал етіп қымбаттағалы бері итті бордақылап, семіртіп, кейін оны сойып, етін жейтіндер көбейіп келеді. Құрметті көрермен, келесі бейне көріністерді жүйкесі әлсіз жандарға көрмеуге кеңес береміз. Балаларыңызды да теледидардың алдынан алыстатыңыздар. Аштықтан жеп жатыр, біреулер жемдікке жеп жатыр. Жаңағы мысалы туберкулезден өлесің, жаңағы иттің етін жемесең өлесің десе, бәр адам жейді ғой, бәріміз жейміз. Бұл есім Асқарұлы, иттің етін жейді. 40 жастан асқан азамат апта сайын ақтөс, мойнақ ақтабандар даулап, сойып жеуді әдетке айналдырған. Одан иттің етін сұрап жейтіндер де бар. Мысал қазір мұнаны алады да қазір алып кетеді, сол емдікке туберкулезге жеп атқандар мұнан сол алып кетіп жатыр қазір. Бұл енді білінбейді ешқандай етпен разницасы жоқ, айырмашылығы жоқ. Разница жоқ, бәрі бірдей. Тіпті арнайы түсірілім кезінде өз қолымен итін жіліктеп, боршалап тастады. Одан қандай тамақ істейтінін де жасырмады. Қуырдақ қылады бұл. Майымен қосып жейді. Бірге картошкамен қуырдақты қазақтар қазып істеуі дәл солай. Қуырып, бәрін жасап жатыр. Есім Алматы іргесінде қыстың қақаған аязында ет жеуді аңсағандар жоқшылықтың кесірінен итті пышаққа іліп, қарын тойғызып жүргендердің жиілегенін растайды. Бүгінде иттің етін жеп жатқан адамдар көп. Мен өткенде нарда бір кетіп баратсам, бір түнде негізі сойған кәдімгі иттің басы терісін сыпырып тастап кеткен, қалған еті жоқ. Тәжірибелі мал дәрігері Нұрсұлтан Туғанбаев итті аулап жегендердің өзінің денсаулығына қиянат жасап жүргенін ескертеді. Хайуанның еті тұрмақ, ішегіндегі құрттар, жұқпалы ауруларды таратады. Мәселен, эхинококк, қазақша жылауық құрт адам ағзасына түскенде жұмыртқасы қан тамырына өтіп, одан қан арқылы бауырды, өкпені, тағы басқа іш құрылысын зақымдайды. Енді ит жегістерге өзім 100% қарсымын, негізгі себептерінің бірі иттен көп аурулар ол тарқайды, оны өздеріңіз де білесіздер. Одан жаңағы ең бірінші үлкен аурудың бірі ол эхинококкоз дейді. Ол енді бауырды құрт болғандықтан оның негізгі таратушы иттер болады. Тут бельмо мы и лечим. У него вообще глаз не открывался, и каплями капали. И мазью мазали. Вот сейчас весной будем операцию делать, чтобы снять бельмо. Потому что собака умная. Алматылық Владимир Ремизов бес сақ құлағын қараусыз қалдырмайды. Ит аулағыштардан өзде әбден мезі болғанын айтады. Үйдің ауласынан шығып кеткен күшіктерімнен талай айырылдым деп күйіп пісті. Вот одну у меня утащили, повылавливали. Говорят собачники, но собачники обычно ездят на машинах, вроде у них какая-то форма есть. Может мясники, может на кафе какие-нибудь придорожные вылавливали. Алайда итін ұрлағандарды ұстай алмай жүр. Айтуынша адамдар иттің етін жетіскенінен жемейді. Дегенмен есіктен кіргенде бұлғаңдап қарсы алатын төрт аяқтысын жоғалтып, іздеп талай тауы шағылыпты. Но это если только самые нищие едят. Бес бармаққа тауықтың етін салмайсың, себебі еттің орны бөлек. Менің түсінігім бойынша жетіскен адам иттің етін жемейді. Яғни адамдардың қарындары ашқаннан кейін амалсыз осындай қадамға барады. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, тоқ адам ит ұстап жемейді ғой. Дегенмен де мен ондайға түбегейлі қарсымын. Асханада кәрістің ұлттық тағамдарын әзірлейді. Аспаз иттің етінен ғана емес, көкөніс, балықтан да түрлі тағам пісіреді. Әрине, әрбір асты ерекше ықыласпен дәмдетіп дайындайды. Аспаз өз құпиясын ешкімге айтпайды. Бізді қызықтырған сауал ит етін қалай пісіреді. Аспаздың айтуынша оны кемінде 12 сағат бүлкілдетіп қайнату керек. Әбден былбыратып пісірілмеген етті тапсырыс берушілер татып алмайды, тәбеті тартпайды.
Нет, час-полтора как сварится, это уже невкусно будет. 1-2 сағатта біздің ұлттық тағамымыз дайын болмайды, оған кемінде жарты күн кетеді. Ал оны үйде жасап отырған адамдар аз уақыттың ішінде дәмді етіп жасауы мүмкін емес. Киадия, кукси, сүйрек тимури, куктей атты біз жасаған тағамдар көпшіліктің көңілінен шығуда. Әрине тұрғындар төрт аяқтының етін бір-бірінен тығып жейді. Есімнің айтуынша жеті қазынаға теңеген хайуанды қазанға қуырып жегенін айтуға өзден намыстанады. Дегенмен өз сияқты итке тұзақ құратындардың кім екенін іші сезеді. Енді соны қазақтар жемегенде орыстар жеп жатыр дейсің ба? Бұл жерде орыстар жоқ. Оның айтуынша жұрт амалсыздан бұл етті жейді. Ит жегіштердің базардан жылқы, сиыр, қойдың етін сатып алуға ақшасы жоқ. Себебі сиыр, қой, жылқы етінің бағасы қымбат. Бұл кинология орталығындағы исшіл хайуандарға тек тіл бітпеген. Әйтпесе нұсқаушының барлық бұйрығын бұлжытпай орындайды. Мамандар елімізде иттердің қорғалмайтынын айтады. Оларды аулап аяусыз өлтірген аздай. Енді етін жейтіндер жайлы естігенде төбе шаштары тік тұрды. Иттің етін жеп жатқан адамға кешілікке жатпайды. Ол заң бойынша сол адамдар құдалану керек. Бізде айтып жатыр, қазақтар да итті жейді деген. Мен мүмкін оған көзіме сенбеймін. Ондай мүмкіндік ондай болған нәрсе болмайтын шығар деп ойлаймын. Ит жеті қазынаның бірі. Қазақ ежелден төрт аяқтыны қадір тұтқан. Қараусыз үйді түзде төрт түлікті күзеткен. Аңға шыққанда есін қорғаған төбеттердің пышаққа түсіп жатқаны өкінішті. Елімізде иттің етін жеуге рұқсат жоқ. Өкінішке қарай, мұны иттің етін жеп дағдыланғандар ескермейтін сияқты. Нұрсейіт Жылқышыбай, Данияр Жүсіп.